Олай деуімнің себебі, бәріңізде күнбе-күн естіп, біліп, көріп, сезініп жүргендеріңіздей, адамдардың бір-біріне деген көзқарасы өзгеріп, алауыздық, мейірімсіздік, озбырлық, ашкөздік, зұлымдық бел алды. Алдау арбау, өтірік айту, кемсіту, кекету, күш көрсету, тартып алу, үстемдік ету деген сияқты зорлық-зомбылықтың бәрі болып жатқаны өтірік емес. Сондай-ақ адамдар биік-биік үйлермен, жиһаздармен, байлықпен, көлікпен, кәсіптеріменен бәсекелесуде. Бірінен бірі асып түссем дейді. Байлығы үшін жақсы көріп, дәулетімен даңқы үшін достасып, той-думан құрып, ақшаны төгіп, Алла жолына зекетін қимай, туған күн, той-томалақты парызындай қалдырмай өтеп, Алла алдындағы парызымен ісі болмай, жастары жаспын демей, қарттары қартпын демей, үлкен залда көсіле билеп тең түсіп, жынның суын ішіп, көпіріп сөйлеп, ешіріп, апарғанын айдай қылып аспанға шығарып, шыққан жері мен барар жерін ойламай, менмін деп көкірек соқты. Байлары одан бетер байысам деп, кедейлері байға еліктеп, солардың ісін істемек боп балшыққа батты, яғни қарызға батты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөзін қоштап, Мөңке би бабамыз айтқанындай, келін діңкілдеп алдыңнан кесіп өтіп, қызың жыртық шалбар киіп, қас көзін көгертіп, тырнақ өсіріп, шашын қиып, басын бояуға малып, желкілдеп, бірдеңе десең балаң мүңкілдеп, табысын пұлдап, әйел зіңкілдеп, алған несиелерінің өсімдері өсіп, еңселерін басып, одан құтыла алмаған кейбіреулері өмірін қиып, өзін өзі асып, шаңырақта берекет қашып, рахым періштесі үйде тұрмай, орнын ібілістің әскері басып, ойрандаған ортада өмір кешіп, бірлік пен берекені Алладан сұрамай, адамнан дәметіп, көп адамдар азғындықтың жолына осылай түсті. Міне болып жатқан жағдай осы. Елде бүлік көп, баяғы Худ пен Лұт пайғамбарлардың қауымындай еркек еркекке, әйел әйелге қосылып, міне бізді көрдің бе деп бидағат, яғни жаңалық ашуда. Онысымен қоймай, кел біздердей бол деп өрімдей жастарды өздеріне тартуда. Иттен де төмен екеніменен істері жоқ, Алланың қарғысына қалып, ашуын келтіріп, қаһарын төккізуде. Сондай-ақ әйел еркек болып, еркек әйел болып, Алланың бергеніне де разы болмай, жыныс мүшелерін ауыстыруда. Тіпті өзге еркектің ұрығын салдырып, танымайтын біреудің баласын көтеріп, харамға кіріп пайда табуда. Сондай-ақ жезөкшелерге де жаза жоқ. Түнгі клубтар дейсің бе? Ресторан, тойхана, ойынпаздарға ойынхана, яғни казино, ішетіндерге арақта, шарапта мол, дүкендер араққа толы, шегетінге темекі мол. Несін айтасыз, көптеген әйелдерге мына кең заманда шашын жабатын орамал бұйырмай, санын жабатын шүберек бұйырмай, кейбір ерлерге әйелдері мен қыздарына қой дейтін сөз бұйырмай, ер азаматтың құбыласы әйел болып, ата-анаға қарамай тастай қашып, қарттар үйінде кәрі құртаң атана көбейіп, жетімдер үйінде тастанды бала көбейіп, осылайша ел бүлінді. Басшылар болса үндемейді. Кім білсін, қарын тоқ қалта толық болғасын бекен. Бір басшы кетсе, екіншісі келіп орнын толықтырып жатыр. Сондай-ақ әйелдер ерлермен теңесуде, қала-қала, ел-елге әйел басшылар келуде. Бауырлар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның айтқан қияметтің белгілері міне осы. Өздеріңіз көзбен көріп, құлақпен естіп жүргендеріңіздей, бұл жоғарыда айтылғандардың бәрі де дініміздегі, еліміздегі қасірет. Басымызға келген тауқымет пен зор сынақ. Бұл елдегі фитна, яғни бүлік. Бұдан біз қорқуымыз, қорғануымыз керек.
бұл бүліктердің бел алып, жайылып кетпесі үшін мешіттерде, үйлерде, күндіздер мен түндерде, сәждеде жаратқан иемізге жалбарына жалынып, кешірім сұрап дұға етейік. Бүлікшілерге, адасушыларға Алладан хидаят, тура жол сұрайық. Раббымыз Қалақ сүресінде әлбетте адам баласы азады, ол өзін мұңсыз санағандықтан демеді ме? Сондықтан да қаннен қаперсіз жүрген мұңсыз пенделер үшін солардың Алланың зор хикметіменен түсінік алып, Раббысына бет бұрып денене оралуын көзімізден жас шығарып, жаратушы иемізден сұрайық. Себебі иеміз мейірімді, рахымды, сұрағаныңды береді. Әрі ол бол десе бола қалады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.